Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Егерден сіздердің миларыңыз Альберт Эйнштейн секілді жұмыс істегілерін қаласаңыз, онда мен сізге лайфхак топ 5 тағам сіздің миыңызды Альберт Эйнштейндікіндей қатты жұмыс істететін мықты продукттер туралы айтамын. Үй жағдайында оп-оңай болмаса супермаркетке алып барып сатып аласыздар. Видео өте қызықты болады, сол себепті каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Ал мен бастаймын. Ең бірінші продукт миымызды жақсартатын ол балықтар немесе лосось. Лосось деген бәріміз білеміз ғой, қандай балық екенін. Не үшін именно балық продуктілер дейтін болсаңыздар, біріншіден оның құрамында өте көп полезный, то есть орысшасын айтқан кезде мынау полезные, насыщенные немесе ненасыщенные жирные кислоты деп айтады. Именно осындай біздің ағзамызға пайдалы майлар осы балықта өте көп. Сол себепті біз күнделікті түрде балықты өзіміздің өмірімізге қосатын болсақ, біздің миымыз өте жақсы жұмыс істейтін болады. Бұған дәлел мынау медициналық исследованиялар PubMedтен алынғандар бар, болмаса жеке ғалымдардың тұжырымы бойынша жасалған зерттеулер нәтижесі өте керемет болған бұл жерде. Сол себепті өте үлкен антиоксиданттары көп, составында витаминдер мен макро-микроэлементтарға толы балық дегеніміз, омега-3 жирный кислоттар бар. Бұның барлығы біздің миымыздың дұрыс функциясына. Ең маңыздысы бұл жерде, егер миыңыз шаршаған болса, есте сақтау қабілетіңіз түсіп кеткен болса, небәрі осы балықты жеу арқылы сіздер осының бәрін орнына келтіре аласыздар. Екінші продукт бұл бізде орехтар немесе дәндер. Семечка болсын, нац болсын, болмаса кишмиш, кишмиш атпайды оған. Неше түрлі орехтар, мысалы жер жаңғағын алсақ болады, грецкий орехты алсақ болады, тағы басқасы, миндальныйсы бар, осының барлығы біздің миымыздың дұрыс функциясына өте көмектеседі. Оның бәріне дәлел мынау медициналық статьядан қарап шыққандар болады, описанияға барлық ссылкаларын қалдырып кетемін. Не үшін біз орех жеу керекпіз? Біріншіден орехтың составына үңіліп қарап көріңіз. Витамин С қаншама, витамин А бар, витамины группа В бар, кальций, және де ең маңызды цинк бар бұл жерде. Цинк, селен деген заттар өте, былай айтқанда, тапшы заттар біздің любой продуктта болмайды. Сол себепті осы орехтар жеу арқылы біз осы цинктарды, витаминдерді толықтырып, именно миымыздың функциясын қалпына келтіруімізге болады. Мысалға, әшейін былай жарыңызда грецкий орехты бүйтіп қарасаңыз, миға құсайды, дұрыс па? Бұл дегеніміз өзі Аллах тағаланың келген нема деп ойлаймын мен. Миға керекті продукт болғаннан кейін солай жаратылған деп ойлаймын. Сол себепті міндетті түрде грецкий орехты өзіңіздің өміріңізге қосатын болсаңыз, сіздің өміріңіз 360 градусқа ауысатын болады. Үшінші тағам, үшінші продукт ол бізде қара шоколад. Өте үлкен антиоксидант бар. Антиоксидант көп болған сайын біздің ағзамызда обмендік процестер дұрыс болады. Біздің ағзамызда воспалительный процестер азайып бастайды. Және де мынау исследование тоже ағылшын PubMed статьяларынан алынған. Бұл жерде не айтылған? Бұл жерде результат бойынша именно осы қара шоколад жеген адамдардың миларының функциялары және есте сақтау қабілеттері бірнеше рет артып кеткен. Өзіңіз тест жасап көріңізші, кітап оқыған кезде шоколад жеп кітап оқып көріңіз, не деген күшті эффект аласыз. Егер сенбесеңіз, әшейін жасап көріңіз. Бірақ та мен айтпаймын, магазинде тұрған там 25 килограмм сахары бар шоколадтар же деп айтпаймын. Именно темный шоколад без сахара, болмаса аз сахары бар темный шоколадтар өте біздің миымызға пайда болады. Пайда болады деген соң ғой, пайда келеді. Ал мына магазинде тұрған шоколадтар бізде онша пайда алып келмеуі мүмкін, өйткені таза химия оның іші. Және де оның ішінде өте үлкен сахар бар. Миыңызды жақсарту емес, миыңызды вообще жаман қылып жіберуі мүмкін. Сол себепті абай болыңыздар. Төртінші продукт ол бізде авокадо. Авокадо деген бізде Қазақстанда ешкім жемейтін секілді, тек қана топовый блогерлар болып жейтін шығарса авокадо. Именно немен айналысатын, питаниемен, нутрициологтар жеуі мүмкін, тағы басқасы. Бірақ бәріміз айтамыз авокадо жеңіздер деп, бірақ мен өзім өміріме әлі авокадо ендірмедім, бірақ білемін өте полезный продукт екен.
Не үшін? Өйткені құрамында пайдалы майлар бар. Жалпы осы видеоның соңына қарай мен дополнительный материал айтатын боламын. Сол соңына қарай көріңіз, міндетті түрде, өйткені соңында өте қызықты болады. Сіздің миыңыз туралы неше түрлі фактілер айтамын. Авокадо не үшін? Жалпы мен айтып кеткен осы 5 продукт, осы видеодағы осының барлығын біріктіріп тұрған, ол насыщенный немесе ненасыщенный жирные кислоты. То есть олар пайдалы майларды өзінде, составының бәрінде май бар. Біздің миымызға май өте қажетті, және біздің терімізге де май қажет. Жалпы біздің ағзамыз майсыз, ол былай айтқан кезде ештеме емес. Мен бұл жерде жареный мясо туралы айтпаймын, прям қуырып тастаған май, ол бізге зиян болуы мүмкін. Ол мынандай полезный жирный кислоттар, полезный майлар туралы айтып жатырмын. Ол именно осы авокадода бар. Антиоксиданттар өте көп. Витамины группы, неше түрлі витамин С, А болсын, В1 болсын, тағы басқасы. Именно осы авокадодан аласыз. 5-ші продукт жеміс жидектер. Блэкберри болсын, черника болсын, смородина болсын, малина болсын, клубника болсын, сезонный заттың барлығы өте біздің ағзамызға пайдалы. Бұны әр кезде жей беретін болсақ, біздің ағзамыздағы антиоксиданттар өсетін болады, қабыну процесі түсетін болады, қан тамыр жүйесі тазаланатын болады, және де сіздің миыңыз сізге өте үлкен рахмет айтады, миыңыз жақсы жұмыс істейтін болады, және де есте сақтау қабілетіңіз кәдімгідей 1 немесе 2 есе артатын болады. Сенбесеңіз, просто жеміс-жидек жеп көріңіз, там небәрі 5 күн ішінде эффект болады. Ал енді қосымша материал сіздерге айтатын, бұдан бөлек именно біздің ағзамызға және миымызға керекті заттың бірі ол пробиотиктер қабылдау. Пробиотик дегеніміз ол бізде мынау біздің ішегіміздің микрофлорасын дұрыстайтын дәрілер. Мысалға, біз тамақтан алсақ болады. Жақсы айран ішіңіз, домашний айран өте жақсы көмектеседі. Ферменттелген овощтар болады. Мысалға, огурцы секілді, қияр, жаңа ферменттелген квашеная капуста жесеңіз болады, немесе неше түрлі ферменттелген салаттар болады. Осының барлығы біздің микрофлорамызды дұрыстау көмектеседі. Чернозем, черный орех деп ғой, черный слив деген бар. Сосын бары біз көмектеседі. Витамины группа Б, жалпы витаминдер бізде ағзамда жетпейтін болса, тырнақтарыңыз сынатын болады, миларыңыз дұрыс жұмыс жасамайтын болады, терілеріңіз бүлінетін болады, сухой кожа пайда болады, неше түрлі беттеріңізге безеулер шығады. Осының бары именно витаминдер жетіспеген кезде. Бұны қалай толықтырамыз дейтін болсақ, мысалға, полижен деген витамин қабылдасаңыз, болмаса суперкомплекс. Мысалға, менде бар мына жақта суперкомплекс деген дәрі. Сіздерге просто біреуін көрсетіп шығайын. Міне осындай суперкомплекс деген дәрі. Құрамында көріп тұрғандарыңызда витаминнің барлық түрі бар. Мен өзім осы бір банкасын ішіп бітіргенмін, өте кеңес беремін. Nature Sunshine деген Америка компанияның дәрісі, мысалға, качествосы өте жақсы. Бұны алмасаңыз да басқа поливитаминдер алсаңыздар болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Главное, GMP сертификаттарына қараңыз. Сертификаттары бар, сырьелары дұрыс продукт қабылдайтын болсаңыз, сіздің ағзаңыз сізге рахмет айтатын болады. Содан кейін тағы біреусі, ол аш болу. Біздің миымызды, жалпы біздің ағзамызды жөндейтін және емдейтін заттың бірі ол ашығу, дұрыс ашығу деп айтады. Бұл туралы мен өте керемет видеолар жасап қойғам сіздер үшін. Арнайы көріп шығыңыздар, ссылканы шықсаңыз бассаңыздар, өте сіздер өмірлеріңізді өзгертетін видео, деген соң міндетті түрде көріп шығыңыздар. Содан кейін ашығу дегеніміз не? Мысалға мен былай айтып кетейін, түсіндіру мақсатында айтып кетейін. Қалай дұрыс ашығамыз? Мысалы, азанда тұрасыздар, ешқандай тамақ жемейсіздер. Түсінесіз бе? Азанда завтрак жемейсіздер. Әшейін су ішсеңіз болады, кішкене 1-2 стакан чай, болмаса 1 стакан кофе ішсеңіз болады, болды. Одан басқа ештеме керек емес. Солай ашығасыз, аш қарында жүресіз, тамақ ішпейсіз. Сағат ровно 12-де, болмаса обед кезінде, түскі уақыт 1-де обедіңізді ішесіз. Обедіңізді желательно қантпен или болмаса қант содержащий, болмаса ұннан жасалатын продукттар вообще жемеңіздер. Здоровый тамақ болу керек, ол салат, ол кішкене ет, ол кішкене май, мысалға авокадо қоссаңыз болады, сол кезде темный шоколад тамақтан кейін қоссаңыз болады, мысалға болмаса орехтарды қоссаңыз болады. Осылай обедтеніңіз. Кішкене ет болса болады, май қосасыз. Осылай обедіңізді ішіп болғаннан кейін жақсылап тұрып, содан кейін
аш боласыз қайттан, ештеме жемейсіз, су ішсеңіз болады, немесе шай ішсеңіз болады арасында. Осылай сағат ровно 5-ке дейін сіз 5 немесе 6-ға дейін ешқандай тамақ жемейсіз, перекус жасамайсыз. Содан кейін сағат 5-те болмаса 6-да ужиніңізді, кешкі тамағыңызды жейсіз. Сол кезде ужиніңізға не болу керек дейтін болсаңыз, міндетті түрде салат болу керек, белковый пищадан брынза, творог секілді сондай заттар болады. Қоссаңыз, оливкалар қосыңыз, кішкене ет қоссаңыз болады. Куриный болсын, болмаса баранина болсын, конина болсын, любой еттен қосасыз. Майлар, сорпа болады кішкене. Көбірек салат жейсіз. Осының барлығын жеп болғаннан кейін ары қарай азанға дейін ешқандай тамақ жемейсіз. Сағат 5 немесе 6-тан кейін ужиніңізді ішесіз да, осымен бітті, ешқандай тамақ жемейсіз. Су немесе кофе ішсеңіз болады. Осылай ашығатын болсаңыз, сіз біріншіден ағзаңызды кәдімгідей 360 градусқа айналдыратын боласыз. Ағзаңызға рахмет айтатын болады. Бүткіл аутоиммундық процестеріңіз басылады, ауруларыңыз, қабыну процесі басылады, арықтай бастайсыз. Миыңыз жақсы жұмыс істейтін болады, ұйықтаған кезде әдемі түстер көретін боласыз. Осының барлығы именно осы ашуға байланысты. Жалпы Индияда ғасырлар бойы осы ашуды практиковать етіп келе жатыр. Олар өліп қалған жоқ. Олардың бірінші метод леченияларында именно осы ашуы тұр. Традиционный медицина, нетрадиционный медицина деп айтады. Содан кейін соңғысы бұл бізде жеңіл гимнастикамен айналысыңыз. Бәріміз білеміз, өте қиын, жүру, жүгіру деген зат. Бірақтан егер де жұмыстарыңызда болмаса үйлеріңізде әшейін құр отыра беретін болсаңыз, ол біріншіден стресс болады ағзаға, екіншіден буындарыңыз ауыратын болады, үшіншіден аутоиммундық процестер оянатын болады, сахарный диабет секілді, ревматоидный артрит, немесе артриз, артроз, полиартрит секілді, осы неше түрлі буын аурулары, ми аурулары, инсульт, инфаркт тағы басқасы, қан тамыр жүйесінің аурулары бар. Жалпы отырудан аурудың бәрі шығады десек те болады. Сол себепті далаға шығыңыз, кішкене 15-10 минут болсаңыз жүгіріңіз, тез жүрсеңіз болады, упражнение, зарядка жасаңыз. В общем, активный образ жизни деп айтады. Бұл айтқан кезде таза ауаға шығып серуендесеңіз, сізге ағзаңыз өте үлкен рахмет айтатын болады. Сіздер егер де мен консультацияны жағдайларыңыз келсе, описаниеда менің телефон номерім бар, соны бастама жасаңыздар болады. Ал егер сіздерге осы видео ұнаған болса, каналға лайк, комментарий жазып кетіңіз міндетті түрде. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.